арнамызға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Аюб алейхиссаламның сабырлығы. Адам ұрпақтары жер бетінде азғындыққа салынып күнәға батып кетпеулері үшін өз араларынан таңдап елшілерін жіберіп отырды. Оларды әр кезеңдерде белгілі бір қауымға тура жол көрсетуге пайғамбарлар келгендігі мәлім. Кейбір деректер бойынша 124 мың пайғамбар өтсе, солардың ішінен 25 пайғамбардың аты Құранда аталды. Алла тағала Құран кәрімде Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламге пайғамбарлардың өмірінен қиссалары мен бағзы оқиғаларды баяндап, кейінгі үмметтерге олардың жолдарынан ғибрат алу керектігін білдірген. Мұсылманға Алла тағаладан жіберілген пайғамбарларға иман келтіру міндет болып табылады. Бақара сүресінің 285 аятында келтірілген. Пайғамбарлардың ішінен Аюб алейхиссаламның өміріне тоқталар болсақ. Аюб алейхиссалам өте ауқатты, бай, малы да дүниесі де мол, 4 құбыласы тең еді. Ол соншалықты байлығы болса да еш тәкаппарланбайтын. Керісінше, құлшылығын үзбей оразасын ұстап, хаққа шүкіршілік ететін. Тіпті періштелердің өзі Аюб алейхиссаламның шүкіршілігіндей адамның қайырлысын көрмедік дейтін. Ол өте тақуа жан еді. Шайтан лағнет оны қанша азғыруға тырысса да, Аюб алейхиссалам бір қалыптылығынан еш таймайтын. Сондай-ақ ол сабырлығымен ерекшеленетін. Оның мұнша байлығымен қоса, сол бір қауымға пайғамбарлықты да Алла тағала нәсіп еткен еді. Алла тағала сүйікті құлдарына түрлі сынақтар жіберіп отырады. Аюб алейхиссалам сүйікті құлы да сондай сынақтардың ең ауырынан өткен пайғамбарлардың бірі. Алла тағала Құранда Бақара сүресінің 155 аятында сөзсіз біз сендерді қорқынышпен, аштықпен және мал-мүліктеріңді, жақындарыңды әрі өнімдеріңді, яғни табыстарыңды азайту арқылы сынаймыз. Ендеше сабырлы болғандарды қуанта бер. Алла тағала Аюб алейхиссалам пайғамбарды дүниесімен қоса қатты бір аурумен сынаған. Аюбтың ауруы да пайғамбарға тән сырт көзге оғаш көрінбейтін дерт еді. Алайда күннен күнге меңдеп бара жатқан дерт науқастың халін нашарлата түседі. Туған туысы қиындықта оны жалғыз қалдырып жанына жуымайды. Тек қана жұбайы Рахима ханым науқасты бағып қағумен болады. Ол күйеуінің көңілін тауып, тамағын уақытылы беріп, сонымен қатар үй шаруашылығы, нәпақа табумен де айналысады. Бір күні жаны қысылған Аюб алейхиссалам әйелін шақырады. Алайда ол бір жұмыстарымен сыртқа кетіп қалып еді. Сонда Аюб алейхиссалам: осыдан ауруымның айыққаннан кейін саған 100 дүре соқпасам ба деп өзіне уәде береді. Кейбір деректерде Аюбты 13 жыл, ал басқа дерек көздерінде 18 жыл төсек тартып жатқандығы айтылады. Шайтан лағнет адамның осал тұсын пайдаланып азғыратыны секілді Аюбқа да келіп: сен бір дәулеті тасып, шіріген бай, бала-шаған көп адамдардың бірі едің. Енді жатқан тұрсың мынау, денсаулығың да сыр берді, деп азғыра бастайды. Алла тағаланың сүйікті құлы Аюб алейхиссалам болса, оған сабырлы түрде. Ол байлықтың да, бала-шағаның да Раббысы Алла тағала өзі берді, өзі алды дейді. Күндердің бір күнінде Аюб алейхиссалам асқынған ауруының салдарынан хақты зікір етуден тосылып қаламын ба деген қатты уайыммен Алла тағаладан шипа сұрайды. Жәбірейіл алейхиссалам келіп Аллаху тағаланың: ей Аюб, бәле жібердім, сабыр еттің, енді мен саған денсаулық пен нығмет беремін деген хабарын алып келді. Яғни Алла тағаланың зікір ету үшін сұраған дұғасын жауапсыз қалдырмаған Раббымыз Құранның Сад сүресінде 42 аятында: аяғыңмен жерді теп, міне саған шомылатын әрі ішетін суық су деп аян берді. Аюб алейхиссалам Алла тағаланың әмірін орындап еді, оның аяғының астынан су атқылап,
сол суға шомылып әрі шөлін қандыра ішеді. Сол сәтте ақ бойындағы дерт еш болмағандай сауығып сала береді. Баяғы ауру көрген түстей болып өте шығады. Дертінен айыққан Аюб алейхиссалам баяғы уәдесі есіне түскенде көп жылдан бері төсек тартып жатқанда жанынан табылған жан жарынан 100 дүре соғуға дәті бармады. Сонда Алла тағала 100 шыбық алып бір рет қана жайлап соғуына аян береді. Яғни берген сертінді бұзба деу арқылы уәдеге берік болуды ұқтырғанды. Осы кезде әйелі келді. Аюб алейхиссаламның күркеде жоқ екенін көріп таң қалды. Аюб пайғамбар: «Ей ханым, сіз кімді іздеп жүрсіз?» «Бір сырқат кісіні іздеп жүрмін, аты Аюб. Ол менің жолдасым еді. Дені сау кезде тура саған ұқсайтын». «Ей Рахима, ол сырқат болған Аюб менмін. Алла тағала маған денсаулық берді». Кейін шүкір етіп екеуі жылап алды. Қалаға кірерде халық оларды қуанышпен қарсы алды. Қаусап тұрған үйлерінің жаңаланғанын және бұрын қолынан алынған мал-мүлік мен бала-шағаларының кері берілгенін көрді. Осылайша сабырлығының арқасында Аюб алейхиссалам пайғамбар зор сынақтан өтіп адамдарға үлгі өнеге қалдырды.